Сәлем достар, бүгін сіздермен үлпілдек жұп-жұмсақ мак қосылған өте дәмді тоқаштар әзірлейміз. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болғаны өте маңызды. Ал сүтіміз жылы болу керек. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Қантымызды саламыз, ашытқымызды саламыз, сөйтіп жақсылап араластырамыз. Жарты қасық тұз саламыз. Тоқаштарымызға әдемі иіс беру үшін кішкене ванилин салса болады. 2 жұмыртқамызды саламыз, сөйтіп тағы да кішкене араластырамыз. Ингредиенттердің өлшемін описаниеде және де видео соңында қалдырамын. Енді қазір ұнымызды сала берсек болады. Ұнды ақырындап аз-аздан біртіндеп саламыз. Ұндардың тығыздығы әртүрлі болуы мүмкін, сол себепті біртіндеп ұнды салып, араластырып отырып қосыңыз. Қамыр қатты сұйық емес, тығыздала бастаған кезде ары қарай ұн салмай қойса болады. Мен өзім қолданған ұн мөлшерін жазып, алдына плюс-минус деген таңба қойдым, себебі сіздердің ұндарыңыздың тығыздығына байланысты 10-20 грамм артық немесе кем қолдануыңыз мүмкін. Енді қазір бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, жұп-жұмсақ үлпілдек нанның шықты. Ал енді ыдысымызға кішкене сұйық май жағып, қамырымызды салып, бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыздың көлемі 2 есе ұлғаяды. Қамырымыз дайын болғанша макты дайындап алсақ болады. Мактың үстіне салқын су құйып, газға қоямыз және де қайнатамыз. Су қайнаған кезден бастап 10 минут уақыт есептейміз. 10 минуттың ішінде макымыз жұмсақ болады. Және де қайнап болған соң бетін жауып, тағы да 10 минутқа қойып алса болады. Ал енді мактың толығымен суын сорғытып аламыз. Қалауыңыз бойынша блендермен езіп алуға болады. Көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз үлпілдек болып әдемі болып көтерілді. Қазір қамырымызды 4 бұрыш етіп жайып, видеода көріп тұрғандарыңыздай 4 бұрыш етіп бүктеп, тағы да бетін жауып 5-10 минутқа қойып аламыз. Он минут уақыт өтті, енді қамырымызды 4 бұрыш етіп, жұқа етіп жайып аламыз. Қамырды 4 бұрыш етіп жайсаңыздар, формаға келтірген кезде өте әдемі шығады. Ал енді қазір макқа қантымызды салып, араластырып аламыз. Қалауыңыз бойынша ванилин қосып жіберсеңіз де болады. Қантымызды алдын ала қосып қажет емес, себебі қантымыз еріп, макымыз сұйық болып кетеді. Көз мөлшерімен 3 бөлікке бөлеміз да, шетінен ортасына қарай видеода көріп тұрғандарыңыздай бүктеп аламыз. Шеттерін жақсылап біріктіріп аламыз. Осы кезде оқтаумен тағы да бір жүріп өтсеңіздер болады. Енді қамырымызды бірдей 12 бөлікке бөліп аламыз. Ал енді видеода көріп тұрғандарыңыздай орап отырып, шет-шетін
бір-біріне қосып, әдемі формалар жасап аламыз. Маған осындай форма жасаған өте қатты ұнайды, себебі өте әдемі көрінеді. Және өте тез дайындауға болады. Ал енді формамызға бір-бірінен алшақ-алшақ етіп қойып аламыз. Бетін жауып, тағы да 20 минутқа қойып аламыз. Сол кезде қамырымыз тағы да көтеріліп, үлпілдек болады. Тоқаштарымыз әдемі болып көтерілді. Енді бетіне жұмыртқамызды жағып аламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минут пісіреміз. Тоқаштарымыз дайын болды. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай, тоқаштарымыз жеп-жеңіл, үлпілдеп, жұп-жұмсақ. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.